Баршаңызға қайырлы күн. Сіздің балаңыз 6 айға толып, прикорм неден бастарыңызды білмей жүрсеңіз, брокколиден бастауды кеңес беремін. Брокколидің құрамы дәрумендерге бай, иммунитетті жақсартады, асқазанға жеңіл және аллергенді өнімге жатпайды. Брокколиді 6 айлық балаға қалай береміз? Алдымен брокколиді видеодағыдай етіп турап алып тостаққа саламыз. Үстінен су құйып, жарты ас қасық ас содасын қосып, жарты сағатқа қалдырамыз. Осы уақытта артық микробтары шығып, брокколи тазарады. Одан кейін суын төгіп, таза суға бір шайып аламыз. Енді брокколиді видеодағыдай етіп, кішкентай қылып турап аламыз. Тураған бөліктерін мантаваркаға салып, 15 минутқа буға қайнатамыз. Немесе мантаварка болмаған жағдайда суға қайнатуға болады. Қалған артық бөліктерін пищевой пленкаға немесе арнайы пакетиктерге салып, морозильникке салып қоямыз. Келесі тағамдарға солай қолданамыз. Енді буға піскен брокколиді вилкамен есіп, пюре ретінде балаға ұсынамыз. Видео пайдалы болса, каналға тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта прикормның түрлерімен, баланы дамытушы ойындармен және аналарға түрлі кеңестермен бөлісіп отырамын.